Қазақстандық жастар соңғы үлгідегі заманауи технологиялардың көмегімен білім алып жатыр. Бұл 2010 жылы Қазақстан президентінің бастамасымен өмірге келген Назарбаев университетінің жоғары білім берудегі негізгі ұстанымдарының бірі. Ол халықаралық дәрежедегі зерттеу алаңына айналуға қауқарлы. Ғылым мен инновацияның дамуына ерекше көңіл бөледі. Бұл жерде факультеттер де, студенттер де өте көп. Олар зерттеу жұмысы үшін, білім беру үшін жасампаз инновациялық дүниелер дайындауға ынталы. Басқарушылар да олардың шығармашылыққа толық берілуіне жағдай жасағаны көрініп тұр. Қазіргі таңда университет аясында 8 мектеп жұмыс істейді. Олар дүниежүзілік үздік жоғарғы оқу орындарымен бірлесіп, бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламаларын ұсынады. Профессор, оқытушылар құрамында 50 мемлекеттен жиналған 500-ден аса маман бар. Оқу орны ашылғалы бері 5000-ға жуық студент университетті бітіріп шыққан. Ұсынылатын оқу бағдарламалары білім берудің негізгі сараптамалық үрдісіне лайықталған. Сонымен қатар, оқытушылардың әдістемелерін негізге алған. Жоғарғы оқу орны өзіндік инновациялық өнім өндіреді. Бұл университеттің басты ерекшелігі. Бұл біз жұмыс істейтін жобаның бірі. Жоба тіл үйретудің оңай әрі заманауи әдісіне негізделген. Көбіміз қарапайым кітаппен дәстүрлі әдіс бойынша оқыдық. Сөздерді оқып отырып, оны жаттауға, дұрыс айтуға тырыстық. Біз осы ізбен кете береміз. Қарапайым бөлмені суретке түсіріңіз, планшетке жүктеп, дауысты қосыңыз. Гүл, сіз сурет пен дыбысты байланыстырып тұрсыз. Тілді бала кезіңізде қалай үйренсеңіз, бұл әдіспен жаңа тілді дәл солай меңгересіз. Қандай да бір бұйымды басып, оның қалай аталатынын біле аласыз. Жергілікті кітапханаға ерекше тоқталғымыз келеді. Оның оқу залы 1200 адамға шақталған. 250-ден аса компьютер бар. Қазақстан бойынша ағылшын тіліндегі ақпараттық қордың ең үлкені осы жерде орналасқан. Түрлі кітаптар, мерзімдік басылымдар мен баспа әдебиеттерінің электронды нұсқасын оңай табасыз. We have created 4 modules, one of which is searching for information. Қазір кітапхана ақпараттық сауаттылық бағдарламасына қосылып жатырмын. Біз 4 модульді дайындап қойдық. Оның бірі ақпаратты іздеу, екіншісі ақпаратты бағалау, үшіншісі мәліметті заңды жолмен алып, жасанды нұсқадан қалай арылуды көрсетсе, төртіншісі ақпаратты қорға сілтеме беруге арналған. Осы модульдің көмегімен студент онлайн алаңға кіреді. Біз технологияны қалай қолдану керектігін көрсетеміз. Мысалы, онлайн зертханаға кіріп, түрлі жағдайды таңдаймыз. Үлгі ретінде алынған жағдай үшін қандай нақты құралды қолдану керектігін оқытамыз. Назарбаев университетінің кітапханасында жүздеген толыққанды ғылыми базаға еркін қол жеткізесіз. Сонымен қатар танымал ғылыми журналдардағы миллион мақаланы алу мүмкіндігіңіз бар. Қазіргі топтама 84 000 электронды кітапты қамтиды. Бұл база танымал ғылыми журналдарда жарияланған мақалаларды жинақтап, қысқаша ақпарат береді. Базаға түспестен бұрын журнал әбден сұрыпталады. Өз саласындағы беделінің қандай екеніне мән беріледі. Кітапхана қолданушысы іздеу жүргізіп, ең өзекті дегендерді көре алады. Барлық ғылымды бір экранға сыйғыздық десек те болады. Қордан Қазақстанда тіпті ТМД елдерінде жоқ кітаптарды табасыз. Келуші кітапхананың көмегінсіз қажетті еңбекке өзі тапсырыс беріп, кез келген кітап өткізетін электронды станция арқылы кері өткізе алады. Также у пользователей нашей библиотеки есть доступ к так называемым терминалам. Это производители финансовой информации. Кітапхана қолданушылары терминалға қол жеткізе алады, яғни қаржыға қатысты ақпараттарды алу мүмкіндігі бар. Қаржылық құралдарды пайдалана отырып студенттерге қазіргі уақытта әлемдік биржада не болып жатқанын біледі. Банктер, қаржы компаниялар инвестициямен айналысатын азаматтардың іс жүзінде қолданатын бағдарламаларын пайдалануға тырысамыз. То есть теми людьми, кто на практике управляет инвестиционными портфелями. Кітапханада жоғарғы оқу орнының ғылыми жұмысын жинақтайтын академиялық қауымдастық жұмыс істейді. Оны әлемнің барлық нүктесінен кез келген адам қарай алады. Қызмет ақысыз.
На сегодняшний день в нашем репозитории 3000 материалов. Қазіргі күні біздің репозиторда 3000-ға жуық материал жинақталған. Олардың ішінде мақалалар да, презентациялар да бар. Әлемнің түпкір-түпкірінен лекторлары, ғылым докторлары келіп ашық дәріс өткізеді. Оның барлығы сайтқа жүктеледі. Студентке қажетті барлық ғылыми материалдарды осы жерден табуға болады. И которые мы считаем, что нужны студентам. Білім беру барысына жаңа технологияларды енгізуге тырысқан университет инклюзивті оқыту әдісіне ерекше көңіл бөледі. Сыныпта арнайы бағдарлама орнатылған компьютер, оқу сканері, брайле принтері және тағы да басқа құрылғылар бар. Можем, к примеру, открыть браузер. Осында тұрған браузерді ашамыз. Ол сізді негізге бетке алып барады. Бұл Google Scholar деп аталады. Сәйкесінше бағдарлама әрбір сілтеме мен барлық элементті дауыстап айтып тұрады. На экране данная программа озвучивает голосом. И человек, соответственно, может... Адам компьютердің қарапайым перне тақтасымен басқарып, кітаптағы мәтінді дауыс арқылы естіп таңдайды. Бұл құрылғы Braille дисплей деп аталады. Сонымен қатар, оны компьютер арқылы басқаруға болады. Управлять компьютером, но уже через тактильное восприятие. Назарбаев университетінің қарамағында жас стартап компания мен құрастырушыларға арналған Астана бизнес кампус инновациялық кластері жұмыс істейді. Ол ABC Quick Start акселерациялық бағдарламасы бойынша қызмет етеді. Бағдарлама қысқа мерзімнің ішінде стартаптың дамуына көмектеседі. Қазіргі уақытта бизнес акселерациядан 30 команда өткен. Олар бізге белгілі бір идеямен келеді. Біз әуелі түрлі бағыттағы бірнеше сатылы бағалаудан өткіземіз. Яғни экономикалық, қаржылық, маркетингтік сараптамадан өткіземіз. Барлығы жақсы болса, жобамен жұмысты бастаймыз. Идеяны нақты іске айналдырамыз. Бизнес инкубациялық бағдарлама 3-4 айды қамтиды. Әр қайсысында әр түрлі. Жұмсалатын уақыт жобаның саласына байланысты. Софттық жоба жылдам дамыса, хардтық жобаға 5-6 ай уақыт кетуі мүмкін. Бұл жердегі акселерациядан өту үшін міндетті түрде Назарбаев университетінің студенті болу шарт емес. Статистика бойынша тыңдармандардың 50% идеясы бар қатысушылар. Қалған бөлікті ұлттық компания қызметкерлері, басқа университет оқытушылары құрайды. Самая горячая тема сейчас, разумеется, это artificial intelligence, это искусственный интеллект, да? Вот, в том числе, потому что достаточно много... Қазіргі өзекті тақырып жасанды интеллект. Ақпарат өте көп. Типтік шаблондар көп дайындалған. Оларды жылдам игеру керек. Google кітапханаға 60 шақты шаблон жарияланды. Сондықтан бұл өзекті тақырып. Сонымен қатар біздің мемлекетте соңғы 14 жылда деңгейі жақсы бағдарламашылар санында артқан. За последние 14 лет создано достаточно большое количество программистов хорошего уровня у нас. Акселерация бағдарламасы бойынша жүзеге асқан жоба HR Best стартабы. Ол қызметкер іздеу жұмысын жеңілдетеді. Қазіргі уақытта жоба түбегейлі дайын. Оқу орнының кадр жөніндегі департаменті тесттен өткізіп жатыр. Сонымен қатар бірнеше e-commerce компания қызығушылық танытқан. Құрастырушылар Қазақстанмен шектелмей Еуропа елдеріне, Үндістан мен Қытай нарығына шығуды көздеп отыр. Нашли такую проблему с моими друзьями, что... Досымыз екеуміз компаниялардың HR департаменттері 20 ғасырдың 80-ші жылдарындағы тәртіппен жұмыс істейтінін көрдік. Ештеңе өзгермеген. Олардың жұмыстарын толық автоматтандыратын жоба ойлап таптық. Мысалы, кадр жөніндегі маман қызметкер іздеп отырмын. Әрбір жаңа вакансияға 100-ге жуық түйіндеме келіп. Бұл өте көп. Оның барлығын реттеу керек. Әр қайсымен сұхбаттасу қажет. Ұзын сонар жұмыс. Біз осының барлығын автоматтандырамыз. Адам түйіндемені оқып отырмайды. Сұхбатты күтудің қажет жоқ. Бұл жұмыстың барлығы сайт арқылы жүзеге асады. Назарбаев университетінің интеллектуалды инновациялық даму жоспарын табысты жүзеге асырғандардың бірі Технопарк. Ол 2000 шаршы метр жерді алып жатыр. Ғимарат зерттеу мен өндіріс, инженерлік артықшылықтарға, биохимиялық және телекоммуникациялық қызметтерге қолайлы. Барлығына ыңғайлы ойластырылған. Қазіргі уақытта Технопаркте қаржыландыру жағынан іріктеуден өткен 17 жоба жұмысын жүргізіп отыр.
Технопарк — это такое инновационное место, где Технопарк түрлі саланың үздік жобалары жиналатын инновациялық орын. Оның ішінде IT, телеком, агробизнес, құрылыс та бар. Кеңсені жалғалатын бизнес орталықтардан айырмашылығы да жетерлік. Біз ең алдымен университеттер таланттарының қарамағымыздағы резиденттер компаниясына қосылуына жол ашамыз. Талантом университета для компаний резидентов, которые находятся у нас. Технопаркте Назарбаев университетінің электр желісін интеграциялап жаңғыртқан кешенді қуаттың эксперименталды алаңы орналасқан. Кешен базасында жылы сорғылар, жел генераторлары, гелий коллекторлар мен фотоэлектрлік панель орнатылған. Оны жаңа қуат көзін зерттеу үшін пайдаланады. Здесь получается Міне мына электр қуатын желден аламыз. Қалғанын күн тақтайшасынан тартамыз. Бір жылдың ішінде 14% күн тақтайшасын пайдаландық. Осы айда 10% тұтыныппыз. За этот месяц 10%. Бауыржан Оспан Технопарк резиденттерінің бірі. Оның компаниясының құрылғанына 2 жыл болған. Команда өндіріс пен бизнесті автоматтандырумен айналысады. На данный момент нашими стратегическими партнерами являются... Қазіргі уақытта біздің стратегиялық серіктестеріміздің қатарында қазақстандық алып компаниялар бар. Атап айтсақ, BI Group, Қазпошта акционерлік қоғамы. Қазпоштамен өте күрделі жобамызды жүзеге асырып жатырмыз. Жобамен айналысқанымызға 6 ай болды. Яғни пошташының орнын басатын робот дайындаудамыз. Қазіргі уақытта робот Қазпоштаның сандық кеңсесінен экспо аумағына дейін хаттарды тарата алады. Бүгінде пошта компаниясында 100-ге жуық жоба бар. Оның 10-ы ауқымды саналады. Соңғы жаңалықтардың бірі мини-портье. Бұл жүйе компания қызметкермен қарым-қатынас орнатқан кездегі тұтынушының көңіл күйін анықтайды. По габаритам наш мини-портье будет примерно сотовый телефон, будет вешаться... Көлемі бойынша мини-портье ұялы телефонға ұқсайды. Ол қызметкердің арқасына ілінеді, тұтынушының эмоциясын бақылайды. Барлық нәтижені мобильді қосымшаның немесе сайттағы статистика арқылы аласыз. Бүгін қанша тұтынушы келгенін көресіз. Жарнама берген болсаңыз, сол жарнама бойынша қанша жаңа тұтынушы келді. Олардың көңіл күйі өзгерді ме? Осының барлығын біле аласыз. Рекламной кампании и приходом новых клиентов. Какие эмоции у ваших клиентов при этом? Сонымен қатар Технопаркте сандық жүйеге өткен FabLab зертханасы жұмыс істейді. Мұнда кез келген адам өз идеясын жүзеге асырады. Өнімнің үлгісін дайындап, шынайы өмірде қалай қолданылатынын потенциалды инвесторлар алдында қорғайды. У нас здесь получается 3D принтеры, у нас есть виниловый плоттер, у нас есть 3D принтер Picasso. Бізде 3D принтер, винилді ұнтақ, Picasso 3D принтері, фрезерлік, лазерлік станок, шоп-боб секілді күшті құралдар бар. Абонемент сатып алғанның барлығын тегін қолданылады. Адамдар келеді, біздің инженер оларды қалай қолдану керектігін түсіндіреді. Жұмыс үшін қайсын пайдалану қажеттігін айтады. Кейбір кісілер осындай дүние жасағым келеді, бірақ қалай дайындайтынын білмеймін дейді. Әрине, мұндай кезде міндетті түрде кеңес беру қызметімізді ұсынып, барлығын тегін атқарамыз. Конечно, здесь мы тоже консультационные услуги предоставляем абсолютно бесплатно. Бұл Назарбаев университетінің заманауи медицина мектебі. Ғимарат 9 қабатты, оның ішінде ғылыми зертхана, орталық, анатомиялық зертхана, дәрісхана мен топтық сабақтарға арналған бөлмелер бар. Орталық базасында дене мүшелерін ауыстыру, жасанды жүрек пен өкпе салу, ұзақ жылдық медицина, физика және жоғары қуат техникасы салаларына қатысты зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Данная анатомическая лаборатория оснащена... Бұл заманауи анатомиялық зертхана. Түрлі түсті құрылғылармен жабдықталған. Бұл құрылғылар жоғарғы топ студенттеріне жұмыс істеп үйренуіне көмектеседі. Сонымен қатар мүшелер топтамасы бар. Бұлардың барлығы студенттерге қол жетімді. Кез келген уақытта келіп өзінің анатомиялық қабілетін арттыра алады. Назарбаев университетінің медициналық мектебінде виртуалды анатомиялық зертхана бар. Топографиялық анатомияны игеру үшін 3D үстелмен жабдықталған. Студенттер түрлі 3D проекция арқылы ағзаларды зерттейді. Бұл мекеменің басты мақсаты медицина мектебінің жаңа үлгісін қалыптастыру, халықаралық стандартқа сай білікті дәрігер дайындау. Оқу орталығын Қазақстанның басқа қалаларында ашу, өз кезегінде профессионал кадр тапшылығын жойып, халық денсаулығының жақсаруына үлес қосады.
Республикамызда жаңа білім беру жүйесі енгізіліп жатқаны белгілі. Заманауи бағыт әлемдік ақпарат кеңістігінің интеграциясына бағытталған. Бұл үдерістің білім саласын қызықты әрі ыңғайлы етіп өзгерткені анық байқалады.